Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен түрік баклавасын жасаймыз. Бізге келесі заттар қажет: сұйық май, бір жұмыртқа, проценті аз қаймақ, 300 граммдай ұн, ұнның алдына тұз және разрыхлитель қосамыз. Мынау крахмал, жүгері крахмалы және уксус. Ал енді жасауға кірісейік. Ол үшін бір жұмыртқаны сарысы мен ағын қосып ыдысқа құямыз. Оның үстіне жүгері крахмалын қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Сөйтеміз де оның үстіне алдын ала дайындалып қойған 100 грамм сұйық майды қосамыз. Жақсылап әбден ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне 100 граммдай 20% қаймақ қосамын. Жақсылап араластырамыз. Енді бұның үстіне аздап жарты қасықтай шамалас уксус қосамыз. Ол қамырдың көп қабатталуына жақсы әсер етеді. Уксус 9% болу керек. Мені жақсылап араластырып алдық. Енді бұның үстіне алдын ала дайындалып алған 300 грамм ұн, разрыхлитель және 1 шай қасық тұз қосылған ұнды қосамыз. Бірден салмай, бірінші жақсылап араластырып алайық, біртіндеп. Баклаваның ішіне салатын қосатын заттарымызды қазір біз ұнтақтағышпен жақсылап ұнтақтап аламыз. Осындай 3 түрлі затты алдым. Көріп отырғандарыңыздай кешүй, жаңғақ. Енді оны ұнтақтағышты жақсылап бекітемін. Ал енді сироп дайындаймыз. Ол үшін 250 грамм қант, құмшекер, оның үстіне 250 грамм кәдімгі су. Сөйтіп қантты араластырамыз. Оның үстіне дәм беру үшін кішкене лимон суын қосамыз. 1-2 тамшы лимон суын қосамыз. Сөйтіп қайнағанша араластырамыз. Қатты қайнатпау керек. 10-15 минут. Егер қатты қайнап кетсе, ол карамель болып кетеді. Бізге сұйығы керек. Себебі піскеннен кейін баклаваның үстіне осыны құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Құяр кезде қайтадан ысытып аламыз. Енді қайнады. Енді кішкене 5 минуттай қайнатамыз. Көп қайнат. Ал енді қамырымызға ораламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бұны 10 бөлікке бөлемін. Ортасынан кесемін. Одан кейін кішкене жіңішкертіп, кескенге ыңғайлап, қатпарлы қамыр болу үшін 1, 2, 3, 4. Жасаған қамырымызды жаймыз. Крахмал. Менде жүгері крахмалы.
Юшым крахмалды жайып берет. Қатты жабыспау үшін жұқа етіп жаямыз. Өте жұқа етіп жаямыз. Крахмалды тарелкаға жаямын. Оның үстіне жайылған тестоны қоямын. Бір-біріне үстіне қойылған қамырды жаямыз. Тағы да. Мынандай 1 сантиметр болады. Енді осыны былай бүктейміз. Осы дайындап алған қамырымызды қалыңдығын шамамен 1 сантиметрдей етіп кесеміз. Бұларды аламыз да жаямыз. Көп қабат көрініп тұр бірден. Енді жаямыз. Жайғанда жоқ қабаттар көрінеді міне. Чайный ложкаменен жаңағы дайындап алған начинкамызды саламыз. Одан кейін кәдімгі манты түйгендей етіп, былай етіп түйеміз. Ракушки болады ғой. Ракушки формасында болады. Слоенкасы анық көрінетін жағын сыртына қарай келтіреміз. Ішіне мына начинканы саламыз. Şimdi 180 gradus'ta 30 minutta pişti. Böyle türü ərdiyemi. Dayında bakan sirolumuzda canımız gidiyor. Mine біздің пісірген пахлавамыз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Қандай болды екен.
Pişsin o da. Keremetlendir. Aynen. Keremetlendir. Учись у профессионала. Все так смеет. Все у тебя Пашки вот так. Да. Довольные, да.